Саламатсыздар ма? Бүгіннен бастап біз әр күн сайын сіздермен ұбт-да келетін бірінші, екінші, үшінші солай нөмірімен есептерді шығарып отыратын боламыз, талдаймыз. Талдау барысында мен сіздерге бірінші есеп қандай есептер келеді, сосын екінші есеп қандай есептер келеді, және бірінші есепке қандай мысалдар келеді, солардың бәрін түсіндіріп отыратын боламын. Сонымен кеттік. Жалпы ұбт-да нөмір бірінші есеп кинематика тақырыбы бойынша келеді. Енді мен мына жерге әдейі сіздерге жазып қойдым. Ода кинематикада қандай сұрақтар келуі мүмкін? Кинематиканың негізгі ұғымдары, яғни кинематиканың негізгі ұғымдары дегеніміз ол жол, орын ауыстыру, траектория, одан кейін үдеуге байланысты, центрге тартқыш үдеу, шеңбер бойымен қозғалыс, білесіздер. Одан кейін графиктерге байланысты сұрақтар болуы мүмкін. Сосын қозғалыстың салыстырмалығы, түзу сызықты бір қалыпты және бір қалыпсыз қозғалыстар, жылдамдық, орташа жылдамдық, тең үдемелі қозғалыс, үдеу, қозғалыстың графикасы туралы. Одан кейін екінші кинематикада бізде қисық сызықты қозғалыстар, оларға бізде шеңбер бойымен қозғалыс, яғни период, білесіздер. Одан кейін жиілік туралы сұрақтар келуі мүмкін. Сосын айналмалы қозғалыс, қисық сызықты қозғалыс кезіндегі дененің траекториясының қисықтық радиусы, тангенциалды, центрге тартқыш үдеу, толық үдеуді анықтау деген сияқты нәрселер келеді. Сосын вертикал, горизонтал бағыттағы қозғалыстар, яғни дененің еркін түсу үдеуіне байланысты сұрақтар. Сосын бастапқы жылдамдықпен вертикал жоғары, сосын вертикал төмен, горизонтал, көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған денелердің қозғалысы, міне осылар сіздерде келуі мүмкін. Мен мынау алып отырғаным, мен аспаннан алған жоқпын. Бұл УТО-ның, яғни ұлттық тестілеуге дайындалу орталығының арнайы сайтынан алынған материал. Жақсы, сонымен бірінші есептен бастайық. Бірінші есеп бізде графикке байланысты сұрақ екен. Графиктегі дененің қозғалысының орын ауыстыру модулі қандай дейді. Енді сіздерден бұл жерде орын ауыстыруды сұрап отыр. Жалпы орын ауыстыру, енді бұл жерде бастапқы орны берілген, және бізде соңғы орны берілген. Жалпы бізде орын ауыстыруды жазатын кезде біз мынандай теңдеу жазамыз. X тең болады, X нөлевой қосылған S деген теңдеу бар. Немесе осыны Y түрінде де жазуға да болады. Енді осы жерден арақашықтықты табамыз. Ол үшін соңғы ұзындықтан бастапқы ұзындықты не істей саламыз? Азайта саламыз. 7 азайтылған -3, сонда бізде ол 10 метрге жүрді деген сияқты. Сонымен -3-тен мына 7 метрдің арасында қанша орын ауыстыру жасады деген сөз ғой. Енді бұл жерде модуль дегендіктен біліп отырсыздар, ол минустан да қоймаймыз деген мағына білдіреді ол. Келесі бізде жол. Енді осы сұрақтардың ішінде мынандай келуімен жол мен орын ауыстырудың айырмашылығы туралы сұрақтар болуы мүмкін, білесіздер. Жол дегеніміз бізде траекторияның ұзындығы, орын ауыстыру дегеніміз ол бастапқы нүкте мен соңғы нүктенің кесіндісі деген сияқты нәрсе. Енді келесі міне жолға байланысты сұрақ. А нүктесінен шығып, Б нүктесіне келді дене, автомобильдің жүрілген жолы қандай дейді. Енді көріп отырсыздар, мына жерде 5 метр жүрді. Енді көп адамдар мына жердегі 10 метрді ұмытып кетеді. Әдейі бұл жердегі әдейі жазылмаған бір жағынан. Сондықтан 5-ке біз 10-ды қосамыз, 15, 15-ке 15-ді қосамыз, 30, 30-ға 10-ды қосамыз, 40, оған 10-ды қосамыз, 50 метр. Сонымен бізде жүрген жолымыз 50 метр болады. Енді осы жерде мынандай да сұрақ бола салуы мүмкін. Мысалы, А нүктесінен Б нүктесіне барғанда орын ауыстыру қанша болды? Орын ауыстыру қанша болды дейтін болса, онда сіздер, мен оны да айтып кете салайын. Орын ауыстыру дейтін болса, онда мына жерде 5 метр жүрді, одан кейін мына жерді қосасыз, 15 метр, 20 метр, 20-ға мынаны қосасыз, орын ауыстыру бізде 40 метр болған деп ала салуымызға болады. Көрдіңіздер ма? Осылай да сұрақтар кездесуі мүмкін. Тағы да сондай сұрақ. Оқушының жаңағы ұзындығы 50 метрлік айналма жолды 4 рет жүріп өтті, орын ауыстыруы қандай? Енді бұл жерде айналмалы жол жүріп өтті, орнына қайтып келетін болса, онда оның орын ауыстыруы 0-ге тең. Ал егер сізден осы жерде просто орын ауыстырудың орнына жол деген сұрақ қоя салатын болса, онда бұл жерде 200 метр болады деген сияқты. Түсіндіңіздер ма? Яғни орын ауыстыру мен жолды кезек-кезек сұрап отыру мүмкін осылай. Жақсы, келесі сұрағымыз бізде бір қалыпты қозғалыстарға байланысты.
Енді сіздер білесіздер, жалпы бір қалыпты қозғалыс дегеніміз бізде жүрген жолмен орын ауыстырудың көбейтіндісіне тең. Сонымен бірінші сұрағымыз біз былай дейді. Жылдамдығы бізде 3 метр секунд. Енді бұл жерде биіктік дегеніміз бізде жүрген жол деп аламыз, 60 метр. Ондай болса бізге уақытты тап дейді. Біз орын ауыстырудың теңдеуін білеміз, ВТ деген, ол бір қалыпты қозғалыс үшін бір қалыпты көтерілді деп айтып тұр. Енді осы жерден уақытты табатын болсақ, жүрген жолды жылдамдыққа бөле саламыз. Сонда 60 метр бөлеміз 3 метр секунд. Сонымен 20 метр секунд деген сияқты шығара саламыз. Келесі есеп тура осы есептің графиктегі варианты келтірілген. Графикті көріп отырсыздар, жылдамдығының уақытқа тәуелді графигі берілген, дененің 20 секундта жүрген жолы. Енді бұл жерде қарай саласыздар, мысалы, 20 секундта жүрілген, жылдамдығы 25. Енді біз осы жердің ауданын тап деген сияқты кетеді. Бұл екеуін көбейте саламыз. Сонда бізде 500 метр. Немесе бүйтіп жазып шығаратын болсақ, бізде жылдамдығы бізде 25 метр секунд. Енді көп адамдар мына жерде жылдамдық пен уақыттың орындарын ауыстырып алады деген сияқты нәрселер жасайды. Көбейтеді, бөліп көреді деген сияқты сондай әңгімелер бар. Кейбір оқушыларда формула мүлде білмесеңіз, тоже қиын. Жүрген жолды табамыз, S тең V көбейтілген T деген сияқты формуламен шығарамыз деген сияқты. Келесі есеп осының сөз түріндегісі. Жылдамдығы берілген, жылдамдығы километр сағат, сосын сағат. Енді осындай есептер келгенде көп адамдар жаңа метр секундқа айналдырып тастап милар ашып отырады. Километр сағатпен тұрса, онда уақыт сағатпен тұрса, жауабы километрмен тұрса, ештеңені айналдырудың керегі жоқ, білесіздер. Онда жылдамдығы бізде неше 750 километр болған, километр сағат болған. Енді уақыты берілген, уақыты бізде 4 сағат болса, онда бізден нені тап дейді? Жүрген жолды тап дейді. S-ті табамыз. S-ті табу үшін жылдамдықпен жүрген жолды не істей саламыз? Көбейте саламыз. Сонда 750 көбейтемін 4. Сонда бізде 750-ді 4-пен көбейте саламыз. 3000 километр сағат шықты деген сөз. Жақсы, келесі енді жайлап айнымалы қозғалыстарға тоқталайық. Бұл жерде үдеудің уақытқа тәуелді графигі берілген. Дененің бір қалыпты түзу сызықта қозғалған бөлігі қандай дейді. Егер дене бір қалыпты түзу сызықта қозғалатын болса, оның жылдамдығы тұрақты болады, яғни жылдамдығы тұрақты, үдеуі 0-ге тең болады. Сондықтан бұл жерде біз үдеуі 0-ге тең болып тұрған жерді қараймыз. Үдеуі 0-ге тең болып тұрған жер мына Т1 мен Т2-нің арасы. Енді келесі бір нәрсені қарап өте салайық. Жалпы басқа да осыған ұқсас сұрақтар келуі мүмкін. Бұл жерде мынандай, мысалы, уақыттың бізге сұрау мүмкін үдемелі қозғалыс аралығы. Үдемелі қозғалыс аралығы десе, ол 0-ден Т1-ге және Т2-ден Т1-ге деген сияқты. Ал егер кеммелі қозғалыс дейтін болса, ол мына графиктің төменгі жағында осындай сызықтар пайда болатын еді онда. Кеммелі қозғалыс десе. Үдемелі қозғалыс болса, ол жоғары жағында болады. Мына жерде үдеу плюс таңдалы болады, мына жерде плюс деп жазамыз. Үдемелі қозғалыс мына екі жерде де деген сияқты. Жақсы, келесі сұрақ, осындай теңдеу берілген, осыдан жылдамдықтың теңдеуін табыңыздар. Енді бұл жақта ең оңай жолы, ең оңай тәсілі, ол бізде жылдамдық дегеніміз координатаның туындысы. Осыдан туындала саламыз. Туындалатын болсақ, бізде 10 минус 2 алдыға шығады, минус 8 көбейтілген Т. Енді бұл жерде мынандай да бір проблема бар. Кейбір оқушылар, бізде көп оқушылар қазіргі кезде туындыны білмейді. Яғни туындыны білмейтін адам не істеу керек деген сияқты. Туындыны білмейтін адам бұлай істейсіздер. Мына Т-ның алдындағы тұрған, ол бізде бастапқы жылдамдық деп есептеледі. Ол бізде 10 метр секунд. Ал мына Т квадраттың алдындағы тұрған санды 2-ге көбейтетін болсақ, онда үдеу шығады. Үдеу дегеніміз бізде минус 0,18 метр секунд квадрат. Енді жылдамдықтың теңдеуін жазамыз. Жылдамдықтың теңдеуі ол P нолевой плюс АТ деген теңдеу орнына қоя саласыздар. 10 минус 0,18 жанына Т-ны қойып жаза саласыздар. Енді мен қысқа сіздерге түсіндіріп жатырмын. Жалпы осылай шығаруға болады. Негізі туынды білетін адамдар үшін өте жеңіл есеп бұл. Келесі 9-шы сұрағымыз, велосипедші еңіске қарай 0,25 метр секунд жылдамдықпен жүріп жатыр. Еңіске қарай, яғни үдеу берілген 0,25 метр секунд квадрат. Велосипедші бастапқы жылдамдығы берілген, бастапқы жылдамдығы бізде 8 метр секунд.
сосын 40 секундтан кейінгі жылдамдығы қандай болады? 40 секунд жүрді, оның жылдамдығы қандай? Бұл жақта енді еңіске қарай жүретін болса, ол үдемелі қозғалыс, сондықтан соңғы жылдамдық табу үшін біз b нолевой плюс ат деген формуламен анықтаймыз. b нолевойдың орнына біз 8-ді қоямыз, көбейтеміз 40, көбейтеміз 0,25-ке. Сонда бізде жауабы 18 метр секунд болады екен. Жауабы 18 метр секунд деген сияқты. Жақсы, келесі кестеде тік жоғары лақтырылған дененің көтерілу биіктігінің уақытқа тәуелділігі берілген. Кесте мәліметтері бойынша дененің түсу уақыты қандай дейді. Енді қараңыздар, жалпы біз вертикал бағытта қозғалыстар ғой. Қандай уақытта көтерілетін болса, сондай уақытта жерге түседі. Енді графикке қарап отырасыздар. Графикте мынау 1 секундтағы 2 секундта 80 болған, 3 секундта 105, 4 секундта 120 и 5 секундта 125 болды да, одан кейін 6 секундта уже 120-ға қайта түсіп қалды. Значит, оның көтерілу уақыты 5 секунд деген сөз да. Онда оның түсу уақыты да 5 секунд болады. Естеріңізде болсын. Әрқашан көтерілу уақыты мен түсу уақыты бірдей болады. Егер сізде ұшу уақыты деп сұрайтын болса, онда сіздер көтерілу уақыты мен түсу уақытын қосамыз деген сөз. Міне, кесте бойынша ол 5 секундта жерге түсу уақыты, жерге түсу уақыты 5 секунд болады. Ал егер маған осы жерде бұлай сұраса, барлық, яғни ұшу уақытын сұрайтын болса, менде 10 секунд болады. Немесе жерге құлайтын уақыты деп сұрайтын болса, ол менде тағы да 10 секунд, өйткені 5 секунд көтерілді, төмен қарай 5 секунд төмен түсті деген сөз. Міне осылай жауап береміз. Келесіне кеттік. Бастапқы жылдамдығы 39 метр секунд бастапқы жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған дененің көтерілу уақыты. Енді қараңыз, бұл жерде бастапқы жылдамдығы бізде 39 метр секунд болған. Енді бұл тік жоғары көтерілген, ол максималды биіктікке көтерілген ғой, сондықтан оның жылдамдығы соңғы жылдамдығы 0-ге тең. Енді сізден сұрап тұрған осының көтерілу уақыты қандай? Көтерілу уақытын табу үшін біз b нолевойды b нолевой бөлінген g деп шығара салсақ болды. Сонда 39,2-ні біз 9,8-ге бөліп тастаймыз. Сонда бізде 4 секунд деген жауап шығады. Көтерілу уақыты дегеніміз осы. Жақсы, келесі биіктігі берілген 490 метр биіктіктен еркін құлаған дененің құлау уақыты. Енді құлау уақыты бұл еркін құлаған дене болғандықтан біз уақытты табу үшін 2h бөлінген g түбірден аламыз деген формуламыз бар. Соған қоя саламыз. Осы формула өте көп кездесетін формулалардың бірі еркін түскен дененің құлау уақыты деп аталады. Осыны мына жерде 9,8, мына жерде шатастырмаңыздар. Так, сонымен бұл жерде жауабы 10 секундта жерге құлайды деген жауап болады екен. Так, міне шамамен көріп отырсыздар, бұл вертикал бағытта қозғалыстар, вертикал жоғары, вертикал төмен деген бағыттарға осындай есептер келеді. Енді осыдан көп қатты қиындар болмайды, арасында теориялар, нелер болуы мүмкін, но жалпы осындай есептер. Келесі бізде көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы. Біріншіден көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене білесіздер, оның көтерілу уақыты, түсу уақыты бірдей болады. Және көтерілген уақыт бұрышы мен түскен бұрышы бірдей болады. Ұшу уақыты дегеніміз көтерілу уақытымен тең болады деген сияқты нәрселер. Жақсы, көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалыс траекториясы қандай дейді? Қозғалыс траекториясы тармақтары төмен бағытталған парабола. Өйткені көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене дегеніміз міне осындай қозғалысты айтамыз. Бұрыш жасай лақтырылған, сондықтан бұл төмен қарап тұрған парабола. Сол себепті тармақтары төмен қараған парабола деп жауап береміз. Келесі, көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің лездік жылдамдығы қандай? Лездік жылдамдығы ол Пифагор теоремасымен, өйткені көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене екі траектория бойынша қозғалады. Екі ось бойынша, екі координата бойынша қозғалады. X осі және Y осі бойынша қозғалады. Екеуі бір-біріне перпендикуляр, сондықтан бұл жерде Пифагор теоремасымен шығарамыз деген сөз. Келесі, көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің бұрышы берілген. Жылдамдығы 10 метр секунд жылдамдықпен вертикал құраушысы қандай болады? Вертикал құраушысы дегеніміз мысалы мынандай көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене. Енді бұл жерде ұшып жатқан бұрышы мынау, вертикал құраушысы деген Y осі бойынша айтып тұр да, X осі бойынша мына жақ болады. Мына жердегі жылдамдығы ол бастапқы жылдамдығы.
Сонда вертикал құраушысы дегеніміз ол қарсы жатқан катет болып есептеледі. Сондықтан біз v нолевой y тең болады v нолевой көбейтілген синус альфа деген формуламен шығарамыз. v нолевой бізде 10-ға тең, синус 30 градус 0,5-ке тең, сонда 5 метр секунд болады. Егер маған осы есепте, енді по-любому осындай есеп болады y өсі бойынша, яғни горизонтал құраушысы дейтін болса x өсін табамын. Ол менде қазір жауабы бұл жерде 5 болып тұр. Егер маған басқа горизонтал бағыттағы құраушысы десе, онда v нолевой косинус альфа деп аламын. Өйткені косинус бұл іргелес жатқан катет. Сонда 10 көбейтемін 0,86, 8-де 6 метр секунд деген сияқты. Енді егер сізден одан кейін ары қарай тағы да сұрау мүмкін деген сияқты. Я осылай. Енді А деңгейі болғандықтан бұдан артық сұрақ болмау керек негізінде. Жақсы, енді бастапқы жылдамдығы 10 метр секунд болатын дене горизонтал лақтырылған, оның ұшу қашықтығы 1,2 километр болса, түсу уақыты қандай? Горизонтал лақтырылған дене дегеніміз, ол мысалы осындай биіктік берілген, сізге осыдан осылай лақтырылған. Мына жердегі ұшу қашықтығы сізде берілген, сосын бастапқы жылдамдығы берілген. Бастапқы жылдамдығы ол горизонтал лақтырылса бұлай кетіп жатыр деген сөз ғой. Значит, ол x өсі бойынша кетіп жатыр. Мына жердегі қашықтығын біз s деп аламыз, ол бізде 1200 метр болды. Енді маған уақытын тап дейді. Бұл жерде екі процесс, яғни горизонталда лақтырылған денемен уақытымен жаңағы еркін түсу уақыты бірдей. Сондықтан просто уақытты таба салсам болды. Сонда бізде формуласын жазайын мына жерге. Қазір жазып жіберейін. Сонымен s дегеніміз ол v нолевой x көбейтілген t деген формуламен анықтаймыз. Бұл жерден t-ны табатын болсақ, s-ті v нолевой x-қа бөліп тастай саламыз. S дегеніміз бізде 1200-ді бөлемін 10-ға, сонда бізде 120 секундта бұл түседі деген сөз. Болды. Оның түсу уақыты 120 секундпен бірдей болады. Өйткені горизонтал бағытта уақыт пен вертикал бағыттағы уақыт бірдей жүреді деген сөз ғой бұл жерде. Жақсы, келесі 17-ші есеп. Мен негізі 20 есептен дайындап жүрмін. Алдағы уақытта мұшты есептердің санын қосамыз, болмаса Telegram каналға салып отырам, есептердің санын деген сияқты ой болып жатыр. Негізгі 20 есепті талдап отырсам деп ойлап отырмын. Келесі бізде шеңбер бойымен қозғалыс туралы. Енді шеңбер бойымен қозғалыс туралы жалпы периодты сұрау мүмкін, жиілікті сұрау мүмкін, циклдік жиілік деген сияқты нәрселер сұрайды. Центрге тартқыш үдеу деген сияқты заттарды сұрау мүмкін. Сонымен енді мынау январь ОУТ-да келген бір есепті қарастырып жіберейік. 1 минутта 3600 рет айналатын белгілер барабанның айналу жиілігі дейді, кір жуғыш барабанның. Енді қараңыздар, сіздерге уақыт берілген, уақытты минутты секундқа айналдыруды ұмытып кетпеңіздер. Кейбір кездерде бұл минутына деп айта салу мүмкін, онда да ол 1 минут деген сөз. Сонымен бізде 60 секунд уақыт берілген, айналым саны берілген, ол бізде 3600. Енді бізден сұрап тұрғаны жиілігін сұрап тұр. Так, жиілік дегеніміз ол айналым санының уақытқа қатынасы. Сонымен бізде 3600 бөлеміз 60-қа, сонда бізде 60 герц деген жауап шығады. Бұл жерде жауабы 60 герц. Жақсы, келесі бізде жаңа айтып кеттім, центрге тартқыш үдеудің просто формуласын сұраған бұл жерде. Центрге тартқыштың үдеудің формуласы бізде v квадрат бөлінген r болады. Немесе тағы да формулалары бар, білесіздер, центрге тартқыш үдеудің квадраты омега квадрат r деп алуға болады. Тағы да басқа да формулаларды қолдана беруге болады. Жақсы, енді радиусы тура жаңа центрге тартқыш радиусы берілген. Бұл жерде радиусты көп адамдар сантиметрдан метрге айналдырмай кетіп қалатын кездер болады. Осыны айналдырып аламыз. 0,105 метр. Жылдамдығы берілген, жылдамдығы бізде 5 метр секунд болған. Енді центрге тартқыш үдеуін тап дейді. Центрге тартқыш үдеудің жаңа формуласы v квадрат бөлінген r. Бұл жерде 5-дің квадраты бізде 25, бөлеміз 0,125 болды. Сонда бізде жауабы 500 метр секунд квадрат. Бұл жерде мынандай есептерде сіздер өлшембірлік деген нәрсеге өте жақсы қарау керексіздер. Мына жерде көріп отырсыздар, өлшембірлігі сантиметрмен беріп қойған. Мына жерде миллиметр болу керек, мен негізі метрмен жазып қойдым. Сантиметрмен, метрмен соларды шатастырып алмаңыздар. Келесі енді бір қызық есеп, бұл айналмалы қозғалыс, соның ішінде жаңа бұрыштық үдеуге байланысты есептер айтылған. Бұл жерде енді есеп кішкене шатастыратын қылып беріп қойған.
радиусы 10 сантиметр дейді, радиусы берілген сізге. Радиусы 10 сантиметр, 0,1 метр. Сосын тыныштық күйден тұрақты бұрыштық үдеу. Бұрыштық үдеу деген эпсилон деген формуламен анықтаймыз. Ол бізде пи радиан секунд квадрат болған. Бірінші секунд соңындағы бұрыштық жылдамдығы қандай деп айтып тұр. Бірінші секунд соңы дегеніміз ол 1 секунд қой. Енді бізде уақыт берілген 1 секунд дейді. Енді бұрыштық жылдамдықты сұрап тұр. Жалпы бұрыштық үдеу дегеніміз ол бұрыштық жылдамдықтың өзгерісінің уақытқа қатынасы. Бұрыштық жылдамдықты омегамен белгілейміз. Осы жерде мен бұрыштық жылдамдықты табу үшін эпсилон мен т-ны көбейте саламын деген сөз. Сонда эпсилон бізде пи, оны біз 1 секундқа көбейтсек, пидің өзі болады деген сөз. Сонымен жауабы пи радиан секунд. Міне құрметті оқушылар, осымен мен осы талдауымды аяқтаймын. Егер мен бүгін бәрі ютубта салынып тұрады, егер жақсы лайк жинап, жақсы адамдар қарап жататын болса, мен осыны ертең жалғастырамын. Ертең біз нөмірі 2-ші есептерді жалғастыратын боламыз. Сонымен сау болыңыздар.